Сәлем достар! Біз бүгін тәтті тоқаштар әзірлейтін боламыз. Рецепті өте қарапайым сырттан тұрады. Видеоңызға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Жылы сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстіне жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Майымызды қосып, араластырамыз. Оның үстіне ашытқымызды, қантымызды және тұзымызды қосып, араластырып аламыз. Ұнымыздың кішкене бөлігін қосып, араластырамыз. 10-15 минутқа жауып қоямыз. Бұл біздің ашытқымыздың белсенділігін тексеру үшін. Ол көпірсе, белсенді деген сөз. Осындай болып көпіруі керек. Біз енді ұнымызды кішкенеден салып отырып, қамырымызды илей береміз. Ұнымызды бірден салып жерсек, қамырымыз қатты болып қалуы әбден мүмкін. Мен басында венчикпен араластырдым. Қолға икемді болған кезде қолмен араластыруға көштім. Мінеки біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Осындай болып көтерілген сайын қайтарып отырыңыздар. Бұл тоқашымыздың көтеруіне және жұмсақ болуына септік етеді. Енді біз тоқашымызды жасауды бастаймыз. Жұмыртқамыздың сары бөлігін бөліп алып, тоқашымыздың бетіне жапып шығамыз. Біздің тоқашымыз дайын болды. Енді біз тоқашымыздың бетіне сироп дайындаймыз. Суымыз бен қантымызды қосып, тоқашымыздың бетіне жағып шығамыз. Біздің тоқашымыз өте керемет болып шықты. Видеоңызға арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздермен болған мен Айзолга.